Науқастарда стенокардия немесе миокард инфаркті дамыған кезде олар біз ажырату мақсатында клиникасынан бөлек оларға ЭКГ түсіруіміз керек және тропонин деген анализ тапсыруымыз керек. Тропонин ағзада CIT деген 3 түрі болады. Олардың нормасы 12-ге дейін, оның ішінде көбінесе I және T деген түр жиі жоғарылап кетіп отырады. Енді тағы бір айырмашылығы нитроглицерин қабылдаған кезде науқастарда ешқандай ауырсыну сезімі басылмайды. Бұл миокард инфарктісі кезінде. Тропонин бұл миокард инфарктісінің маркері болып саналады. Егер науқастың клиникалық белгілері бар, бірақ ЭКГ-да теріс болуы мүмкін және тропонин анализі тоже теріс болуы мүмкін, бұндай кезде біз нестабильная стенокардия деген диагноз қоямыз. Жалпы стенокардияның екі түрі бар, тұрақты және тұрақты емес. Егер ЭКГ-да ST сегментінің депрессиясы байқалатын болса, онда бізде ол стенокардия екендігін білдіреді. Екінші вариант бізде клиникасы оң, бірақ науқаста ЭКГ түсірген кезде ол теріс болуы мүмкін, бірақ тропонин оң болуы мүмкін. Яғни бұл тропонин оң болғандықтан, жаңа айтқанымыздай, тропонин миокард инфарктісі маркері болғандықтан мұнда біз қоямыз миокард инфаркті без подъема ST сегменті, яғни ST сегментінің көтерілуінсіз миокард инфарктісі ағзада дамып жатыр деген білдіреді. Үшінші жағдай ол клиникасы бар науқаста және ЭКГ оң болатын болса, біз онда миокард инфарктісі ST сегментінің көтерілуімен деп диагноз қоямыз. Және қосымша түрде нақтылау мақсатында тропонин анализін тоже тапсыруға болады.